Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын және де құрамы қолда бар заттардан тұратын дәмді болатын пончиктердің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Менің алдағы уақытта шығатын рецепттерімді алғашқы болып көретін боласыздар. Біздің пончиктарымыз үшін ең алдымен електен өткізілген ұнымызға шым-шым тұз саламыз. Аз ғана шай қасықтың ұшымен салсаңыз да болады. Және алдын ала ерітілген сары майымызды саламыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Біздің барлық массаларымыз жылы болу керек және де сүтіміз де сонымен қатар жылы болу керек. Осы массамыздың үстіне ашытқы саламыз, яғни құрғақ дрожждарды және жұмыртқа, қантымызды саламыз. Барлығын алдын ала бір рет араластырып аламыз, қантымыз ерігенге дейін, және ары қарай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ әрі нәзік болып шығу керек. Өте қатты илеудің қажеті жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп, иін қандырғаннан кейін жылы жерге бетін жауып, бетін пакетпен жауып, жылы жерге қалдырамыз. Бір 10-15 минут тұрса жеткілікті. Біздің демалып тұрған қамырымыз өте қатты көтерудің қажеті жоқ, және жылы жерге қойғаннан кейін осындай сәл ғана көтеріледі. Осы демалып тұрған қамырымызды алып, видеода көрсетілгендей етіп, өте жұқа емес, осындай қалыңдықта жаятын боламыз, және барлық жерін тегістеп жаямыз қажет. Енді пончиктарымыздың формасын беру үшін мен осындай ыдысты пайдаландым. Егер сізде арнайы вырубка форма бар болса, сонымен ойсаңыз да болады. Ал ортасын крем жағатын насатканы қолдандым, ортасын ою үшін. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын ойып аламыз, және де дайын болған пончиктарымыздың формасын жеке алып, тақтайға аздап ұн сеуіп аламыз да, жеке қойып, бетін пакетпен жаба тұрамыз. Біздің пончиктарымызға салқын ауа, яғни жел кірмеуі керек, сол үшін өте жақсы көтеріліп пісетін болады. Дәл осылай барлық қамырымызды формасын келтіріп жасап аламыз, яғни артылған қамырды да илеп, қайтадан демалдырып, пончиктің формасын береміз, және өстіп бетін жауып, ауа кірмейтіндей етіп демалдырамыз. Дайын болған пончиктарымыз көтеріліп әдемі болады. Осылай алдын ала қызып тұрған майда екі жағын араластырып отырып, аударыстырып отырып, қызыл әдемі свет болғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің пончиктарымыз өте әдемі көтеріліп жатыр, және де түсі осылай қанық, сарғыш, яғни золотистый түс болғанға дейін, қызарғанға дейін пісіретін боламыз. Осылай ыстық күйінде бетіне сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар да болады. Мен әдемілеу үшін ақ шоколадты қолданатын боламын. Осымен біздің пончиктеріміз дайын болды. Барлық пончиктерді осылай пісіріп алғаннан кейін қалауыңыз бойынша қант ұнтағымен немесе ақ шоколадпен әдемілесеңіз болады. Мен ақ шоколадты су буында ерітіп алып, осылай узор жасап шықтым. Немесе пончиктерді сол ақ шоколадқа батырып алсаңыз да болады. Және де неше түрлі түске бояуға болады глазурды. Осылай ұсынамыз. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.